Сәуір келді, ағаштарда алғашқы жапырақтар шыға бастады. Сондықтан бүгін мен саябақта Евгений Панасенков сияқты серуендейтін болдым. Саябақта серуендеу қандай жақсы? Енді мен оның саябақтағы жайбарақат серуендерді неге жақсы көретінін түсіне бастадым. Әрине менде маэстро Евгений дегендей қымбат костюмдер жоқ. Бірақ бұл маған оның сияқты серуеннен ләззат алуға кедергі емес. Жалпы достар, біздің қалада керемет дендропарк бар. Жақында оны жөндеп, тротуар төсіп қойды. Сол дендропаркта серуендеп, ойынды тынықтырып, табиғаттан, жақсы ауа райынан, тыныштықтан ләззат алу өте керемет. Ал дендропарктан кейін біздің Щучье көлінің жағасына дейін созылатын қарағайлы орман басталады. Онда биік қарағайлар өседі, иісі ғажап, таза, балғын, айнала тыныш. Жалпы, Қазақстанның осында әсем жерінде өмір сүру үлкен сәттілік. Әлі келмегендер болса, міндетті түрде келіңіздер, өкінбейсіздер.